В эфире 4-й дневник конкурса молодых исполнителей «Жас Канат». Мы на финишной прямой. Первый конкурсный день. Совсем скоро на этой сцене во Дворце Республики стартует «Жас Канат. Дети». Конечно же, настрой боевой, я так скажу, потому что мы ждали этот день, мы ждали этого момента. Сегодня, 1 июня, в такой прекрасный праздник, мы стартуем, и сегодня же будут объявлены результаты нашего конкурса. Ну что хочется сказать? Конечно же, мы, взрослые, мы должны открывать этих звезд. Мы должны помогать нашим детям в этом большом мире, чтобы они могли найти свой путь. Но часто бывает, что и мы у них учимся многому, поэтому прислушиваться к детям тоже надо. Я давно работаю вот на детских мероприятиях, проектах, и вот это то самое главное, то, что я подчеркнула для себя. Мы всегда слышим детей, мы всегда прислушиваемся к детям, и это очень важно, потому что им есть что сказать. И знаете, а нашим детям, которые участвуют в «Жас Канат Балалар», им есть что для вас спеть. Поэтому вот эти голоса всегда должны быть услышаны. Құрметті жастар, балалар, қадірлі ата-аналар, құрметті өнер майталмандары. Бүгінгі үлкен мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Алматы қаласының әкімдігі осындай тарихы терең, «Жас Канат» сияқты үлкен өнер сайысының қаламызға қайтадан оралып келуіне шын жүректен біз қуаныштымыз. Енді әр нәрсенің өзінің себепкері болады ғой. Жақсының қасында жақсы адам тұрады дегендей. Сондықтан мына жанымда тұрған Арманжан Мерекеұлына біз мыңда бір алғыс айтамыз. Осындай идеямен әкімдікке келген кезде қала басшысы Ерболат Досаев мырза да осы салаға жауап беретін басқа да азаматтар қос қолдап тұрып, біз осы идеяны қолдадық. Соның арқасында бүгін қауышып тұрмыз. Бәріңізді бүгінгі балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Выступление жақсы өтті, дайындық жақсы өтті. Мен бірден 10-нан берем. 10-нан 10. Жас Канат байқауы өте керемет өтті, яғни өз өнерім маған ұнады. Негізі барлығы ойдағыдай болды. Қазір кішкене қобалжып тұрмын. Бағана сахнаға шығар алдында менде әрине қобалжу болды. Бірақ сосын мен сахнаға шыққан соң, көрермендердің қошеметін көрген соң, әрине барлығы тез тарап кетті, барлық қорқынышым. Жас Канат байқауы туралы мен ұстазым арқылы білдім. Сосын Жас Канат туралы көбірек мәлімет іздейін деп шештім. Жас Канаттың яғни барлық тарихын оқып шықтым. Барлығы ұнады. Енді жалпы өз-өзіме сенем, жүлдегер бір иегері болатыныма сендімін.
осы жас қанат туралы мен анам мен әкемнен естідім. Мен осы анам мен әкем 19 жасында, анам 2007 жылы, әкем 2008 жылы осы жас қанат байқауына қатысты. Бірақ өкінішке орай олар орын алған жоқ. Олардың армандарын орындағым келеді. Бас жүлде немесе бірінші орын. Енді бұйырғаны болады. Жас қанат өткенде мен өте қатты қуандым, мамаларым бәрі қуанды. Бұл деген осындай конкурс қой деп маған бәрін түсіндіріп айтып берген болатын, және бұл конкурсқа дайындық өте қызу болды. Данс әні кішкентай кезімде ұнайды. Мен оны бұрыннан тыңдайтын болдым. Осыны мұғаліме көрсетіп, осы әнді шығарайық дедім. Осы ән өзіме жүрегіме жақын ән. Сол себептен осы әнді таңдап, ұстазым екеуміз бір шешімге келіп, осы әнді таңдап, осы әнді орындадым. Жас Канат, если честно, это для меня, наверное, один из самых масштабных конкурсов сейчас. И тем более это новая волна, наверное, детского конкурса. Первый раз. Вот, я очень рада, что меня приняли. Мы решили, что у нас будет гран-при. И я хотел бы сказать, что в этом году, в первом конкурсе «Жас Канат Дети» 2023 года мы вручаем гран-при Дастану из Алматы. Дастан Турдалы, Алматы қаласы. Ең бірінші алғаш рет Жас Қанат балалар байқауының гран-при иегері Дастан Турдалы, Алматы қаласы. Жеңістеріңіз құтты болсын. Мен негізі бұны вообще күтпедім. Мен ойладым бірінші немес екінші орын алам деп. Дәл осы дәрежеге жеткізген анам мен әкеме рахмет. Негізінде өз бізге сену керек. Намысты қолдан беруге болмайды. Берілуге болмайды. Ұтылып бара жатсаң да до конца. 3-ші жүлде. Диплом және қолақанат. Ақтөбе облысының Балым Саналы жеңіп алды. Итак, вот оно, друзья, бронзовое крыло нашего конкурса. Балым Саналы, Ақтөбе облысы. Осы сайыстан 3-ші орын иегері болдым. Маған бұл байқау өте қатты ұнады. Үлкен алғысымды білдіремін. Сіздерге көп-көп рахмет. Күміс қанат иегері Ақтаудан келген Амина Азғатова жеңіп алды. Приз вручает Алибек Нишев. Алибек Мусаевич, убедительная просьба, вручите, пожалуйста, нашему серебряному призеру памятную статуэтку конкурса «Жас Канат Дети». Давайте поддержим громкими аплодисментами, друзья. Мен бүгінгі сайыста 2-ші орын алдым. Қатты қуаныштымын. Ата-анамның, достарымның, мұғалімдердің бәрін үмітін ақтадым деген ойдамын. Және де осы конкурс өте қатты ұнады. Итак, друзья, первое место. Бірінші орын иегері. Жас Қанат балалар байқауының
алтын қанат иегері Түркістан облысынан келген Зере Жүнісбек жеңіп алды. Приз вручает Арманжан Мерикевич. Құтты болсын, жеңістеріңіз құтты болсын. Мен бірінші орын алдым. Бүкіл қазылар алқасына рахметімді, алғысымды айтамын. Және барлық осы үміткерлер, сайыскерлер жақсы орындап шықты. Бүгінгі күн ертең тарих демекші. Осының барлығы керемет қуанарлық сайт. Барлық жеңімпаздарымызға жеңіс, сәттілік өрлей беріңіздер. Жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Алдағы уақытта біз оларды Азия дауысы халықаралық фестивалінің сахнасында тамашалайтын боламыз. Ал байқауымыздың барлық қатысушыларына сахнада күтіп тұрған сыйлық қонжықтарды сыйлаймыз. Мне понравилось, качественно очень. Я поняла, что жюри, как вы же знаете, у нас в Казахстане, как нечестно же все идет. Я тут видела, что талантливых детей оценили. Вот эти 3 девушки, особенно с Хромтау видела девушку, она очень музыкальная. Прямо она пела, вышла на сцену. Костюм и все, и голос, ей ничего не надо было. Я это вот ощутила, кайфанула конкретно. Дети же это такое прям творчество, не знаю, я сама прям как ребенок. Казалось бы, все очень просто, тем более я был на прослушивании, был на репетициях, но когда дети вышли на сцену, когда они стали выступать, и они чувствовали, что они конкурируют, и нужно нам принимать решение, кто же станет победителем. Здесь у нас и споры разыгрались, и ссоры даже между членами жюри были. Вот могу одно сказать, что быть членом жюри очень-очень непросто. Все дети, кто выступал, все достойны самых высоких наград, самых высоких похвал, но конкурс есть конкурс, все равно должен быть победитель. Алматы ол өнердің ошағы екенін бүкіл Қазақстан түсінеді, оны мойындауымыз керек. Осы қара шаңырақта, осы үлкен еліміздегі ең үлкен сахнада олардың өнерін ары қарай да енді көретін боламыз деген ойдамын. Бәріне жарқын болашақ тілеймін. Аман болайық. Мне волнительно было, можно сказать, до слез я растрогался, когда вот поздравляли детишек, и я увидел их реакцию. Я увидел, насколько важно для них всех вот выступление на этом конкурсе. И для меня это откровение. Я посмотрел, думаю, сколько они труда приложили к этому, сколько желания. Вот поэтому я, конечно же, пожелал больших творческих успехов им. Пусть их творческая жизнь будет долгая и счастливая.